Reddit қолданушылары, сіздер қандай сериялық өлтірушілерді, яғни серийный убийцаларды білесіздер? Біздің YouTube арнамызға өтіп, подписаться етуді ұмытпа, қазақ тілін бірге дамытайық. Жаңа Орлеандағы отыншы, ол барлық қалаға джаз музыкасын тыңдатқан болатын. Егер кімнің үйінде джаз жүріп тұрса, өлтірмеймін деген. Ол ақыры ұсталмады. Сенің бөлмеңде отырған алтын штаттағы кісі өлтіруші. Оның тұтқындары көздері байлаулы күйде бөлмеде отырған. Ал кісі өлтіруші есікті жауып кетіп қалғандай болған, бірақ сол бөлмеден шықпай күтіп отырған. Ол шынымен адамдарды тұтқынға алып, аяқ-қолдарын және көздерін байлап қойып, оларға психологиялық тұрғыдан қатты қинаған. Ол мен бөлмеден шығамын, егер кімде-кім айғайлап көмекке шақырса немесе қашқысы келіп орнынан тұрса өлтірем деген. Бірақ өзі адамдардың не істейтінін қарап бөлмеде тыныш күтіп отырған. Өзіңіз ойлап қараңызшы, аяқ-қолыңыз байлаулы, көзіңіз еш нәрсені көрмейді, және сол бөлмеде кісі өлтіруші отыр. Ол орнынан тұрып кетіп қалғандай болады, ал сіз оның шынымен кеткенін не кетпегенін біле алмайсыз. Енді не істеу керек? Тыныш отыру керек пе, әлде көмекке шақырып айғайлау керек пе, оны да білмейсіз. Өте қорқынышты. Генри Холмс, ол адамдарды қараңғы бөлмеге қамап аштан өлтірген, немесе оларды тірілей пісірген. Бұл туралы Ақ қаладағы шайтан атты кітап бар, және Мартин Скорсезе осы оқиға туралы сериал түсіріп жатыр. Басты рөлді Леонардо Ди Каприо сомдайды. Колумбия штатының мергендері Джо Аллен Мухаммад және Джон Ли Малво. Олар көшеде жүрген кездейсоқ адамдарды атып өлтірген. Жай ғана дүкеннен шығып келе жатырған немесе көшеде жүгіруге шыққан адамдар олардың қолынан қаза тапты. Мен ол кезде Шарлотсвилл қаласында тұрдым. Олар менің қалама келе ме деп күнде қорқатынмын. Ақ фургондағы кісі өлтірушілер. Ширли Лэндфордтың өлімі туралы жазылған стенограмма мен оқыған ең қорқынышты заттардың бірі. Олардың қаншалықты зұлымдықпен өлтіргені мені әлі қорқытады. Биттеке және Лорис YouTube'та сол жылы түсірілген видео бар. Оларды ұстағаннан кейін сотты жабық түрде өткізген. Олар қызды қинап жатырған дыбыстарды диктофонға жазып алған. Сол дыбыстарды сот залында естіген адамдардың қалай сот бөлмесінен шошынып, жылап шығып бара жатырғаны видеода анық көрінеді. Сол дыбыс жазбаларын қазіргі кезде ФБР-де психологиялық тест ретінде қолданады. Адамдардың айтуынша ол жазба өте қорқынышты. Мен оның текст түрін оқыдым, маған соның өзі жеткілікті. Түнгі саяхатшы, яғни ночной странник. Лос-Анджелесте ойына келген неше түрлі қорқынышты қылмыстарды жасаған. Менің ең қорқатын кісі өлтірушілерінің бірі. Менде соған қатысты бір оқиға болды. Мектепте тарих мұғалімі жас кезінде ночной странниктан қалай қорыққаны туралы айтып берді. Оның суретін көрсеткенде сыныптағы бір қыз «Оу, ал оның түрі әдемі екен» деді. Тарих мұғалім ашумен қызға қарады да «Ол сені және анаңды зорлайды, сол саған жақсы ма?» деді. Бәріміздің аузымыз жабылып шынымен қорқып кеттік. Гэри Риджвей, Грин Ривердегі кісі өлтіруші. Ол 50 немесе 60-қа жуық әйелді өлтірді деген дерек бар. Көбіне үйден қашып кеткен немесе есірткімен ішімдік ішкен әйелдерді өлтірген. Ол әйелдерді өзінің көлігіне шақырып, баласының суретін көрсетіп, жақсы әңгіме айтып сеніміне кірген. Оның түрі, киімі, барлығы есі дұрыс адам сияқты болып көрінгесін, оған адамдар сенім артқан. Содан кейін ол тұтқынға алып, зорлап, тұншықтырып, өлтіріп Грин Ривердегі орманға апарып тастайтын болған. Ол соншалықты көп адам өлтірген үшін қатты мақтанған болатын. Дэвид Рассел Уильямс, біздің округтағы сериал кісі өлтіргіш. Көбісінің айтуы бойынша оның түрі өте тартымды болған. Содан да адамдар оны кісі өлтіреді деп ойламаған. Бұл көптеген кісі өлтірушілердің жасырын қаруы. Олардың түрлеріне қарап адамдар кісі өлтіреді деп ойламайды. Соны пайдаланып олар адамдардың сеніміне кіре алады. Және бұл өте қорқынышты.